Ол кезде мен оқушы қыз едім. 16-ға жаңа толған кезім. Бірақ өзімді әлдеқашан бойжеткендей сезінетінмін. Қала көшелерінің қым-қуыт тіршілігіне араласқан, өзіме ғана мәлім бір сырлы әлемім бардай көрінетін. Әке-шешем жұмыстан қолдары босамайтын. Олар үшін бастысы мансап, тұрмыс, қамсыз болашақ еді. Ал мен үшін өмір басқа өрнекпен тоқылғандай болатын. Үйдің үлкені әрі еркесі болған соң, өзіме не керек соның бәрі дайын тұратын. Бірақ мен бұдан да артықты қаладым. Өзіме назар аударғанды ұнататынмын. Ұзын бойлы, талдырмаш сұлу едім. Жігіттер маған еріксіз ғашық болатын. Көздерінде таңданыс, сөздерінде ынтықтық сезінетінмін. Еркелігіммен, сұлулығыммен баурай алатынымды білген сайын, одан сайын тәкаппар қыз болдым. Алайда, сол еркелігім, мен аңғал сезімдерім өз өмірімді де, өзгенің өмірінде күл-талқан етерін білгенімде тым кеш еді. 9-шы сыныпты бітірген жазым қызыққа толы болды. Жаздың жылы түндері, қаланың қым-қиғаш өмірі, шулы дискотекалар, бәрі мені өзіне тарта беретін. Бұрын білмеген, сезбеген әлемге еніп бара жаттым. Ата-анамның жұмыстан бас алмайтыны бұрыннан белгілі. Бірақ уақыт өте олардың әрқайсысының өз өмірі, өз қызығы барын түсіндім. Әкемнің де, шешемнің де көңілдестері бар екен. Бір ұрысқан кезде бір-бірінің бетін ашқан. Сол күннен соң мен де бұзыла бастадым. Оларға менің не істеп, қайда жүргенім маңызды емес еді. Сондықтан да мен де өз өмірімді өзімше өмір сүрдім. Құрбымның үйіне қонамын деп, ата-анамды оңай сендіретінмін. Ал өзім қала түнін кезіп кететінмін. Дискотеканың қызығы мені еріксіз еліктірді. Би, музыка, жарқ-жұрқ еткен шамдар, алаңсыз күліп жүрген жастар, осының бәрі мен үшін өмірдің нағыз дәмі сияқты көрінді. Бәрі мен қалағандай еді. Еркіндік, шектеу жоқ, тыйым жоқ. Бірақ дәл осы еркіндік мені қайда апара жатқанын ойламаппын да. Құрбым да менен асып түспесе кем емес еді. Ол жалғыз басты анасымен тұратын. Анасы түнгі ауысымға жұмысқа кеткенде, бізге ешкім ештеңе демейтін. Бос үй, еркіндік, шектеусіз түндер. Біз үшін қала нағыз өмірдің өзі секілдеді. Түн бола салысымен жарқ-жұрқ еткен дискотекаға тартатынбыз. Музыка құлақ тұндырады, жарықтар көз арбайды. Айналада билеп жүрген жастар. Біз де сол топтың ішіндеміз. Күлкі, дауыстар, ырғақ. Барлық ойымыз осы сәттен барынша ләззат алу. Жігіттермен таныстық. Бірі келеді, бірі кетеді. Бір-бірімізді ұнатқандай кейіп танытып, сыртымыздан ақылгөй сөздер айтқанымызбен, бар болғаны, сәттік сезімнің құлы болдық. Сыраны ұрттап, жігіттердің құшағына қалай кіріп кеткенімізді байқамай қалатынбыз. Бірақ ең таңғаларлығы, ең өкініштісі болмады. Біз өзіміз бақытты сезіндік. Қоғамның қағидалары, дұрыс-бұрысы бізді алаңдатпады. Жазғы түндердің қызығы да, қызулы күндердің еркіндігі де артта қалды. Сабақ басталар шақта денем әлсіреп, жүрегім айныды.
Бастапқыда мән бермедім, бірақ уақыт өте өзгерісті анам да аңғарды. Ол бәрін бірден түсінді. Қатты ашуланды. Үнсіз тұрып жүзіме ұзақ қарады да дауыс көтерді. Сөздері ащы, ызғарлы еді. Мұндай ашуын бұрын соңды көрмеппін. Не бүлдірдің? Деп тістене. Қайдан ғана жүрдің? Кімнен? Мен үнсіз тұрдым. Себебі бұл сұрақтарға нақты жауабым да жоқ еді. Әр жігітпен түнеп жүрген мен кімнен көтергенімді де білмедім. Анам көп ұрысты. Бірақ ең сорақысы, ең соңында әкемнің бұл туралы білмеуі керек екенін қатаң ескертті. Бұны ешкімге айтпа. Әкең естісе екеумізді де үйден қуып шығады. Бір сәтте қайыршы болып далада қаламыз. Сол күні анам барлық мәселені ақшамен шешті. Ақырында мен бәрін үнсіз өткердім. Осылайша бір сырдың үні өшті. Бірақ менің ішімде бір дүние мәңгіге өзгерді. Бұрынғыдай ештеңе қызық емес. Құрбыммен де анам араласуға тыйым салды. Кеш батса есікті құлыпқа салып, артық кілтті алып кететін болды. Жалғыз өзім қараңғы бөлмеде жылап қалатын күндерім өтіп жатты. Құрбыммен үй телефон арқылы ғана байланыс жасаймыз. Сабақ басталды. Бірақ мен үшін мектеп тек уақыт өткізу орны ғана еді. Әкем 11-ші сыныпты бітір деп қатаң талап қойған. Одан кейін шетелге оқуға жіберетінін айтып сендірді. Бірақ менің оқуға деген ниетім жоқ. Тек ағылшын мен орыс тілін жетік білетінмін. Ал қалған пәндер ақша бәрін шешті. Бестік баға менің білімімнің көрсеткіші емес, ата-анамның мүмкіндігі еді. Бір күні мектепке жаңа физика пән мұғалімі келді. Жас жігіт ағасы. Оны алғаш көрген сәттен-ақ жүрегім аттай тулады. Сымбатты, ақылды, өз ісіне берілген жан екені білінді. Ол мектепке кірген күннен бастап қыздардың бәрі оған ғашық болып үлгерді. Бірақ мен олардың арасынан ерекшеленуім керек еді. Өзіме қаратамын деп шештім. Бұл менің жаңа мақсатым болды. Көп күш жұмсадым. Көзқарас, күлкі, мәнерлі қылық бәрін қолдандым. Маған үйреншікті ойын еді. Бірақ бұл жолы бәрі басқаша болатынын білмеппін. Әлгі ағай университетті бітіріп, алғашқы мектепке тұрған жұмысы осы. Физикадан сабақ түсінбеймін деп, Данияр ағайды жеке репетитор ретінде жалдадым. Артық ақша кімге керек емес? Әрине ол келісті. Оны жеке оңаша тыныш болатын мейрамханаға шақырып жүрдім. Ақшаны анамнан аламын. Анам менің тыныш жүргеніме, сабаққа көңіл бөлгеніме қуанып жүр. Бірақ шын ниетімді құрбымнан басқа ешкім білмеді. Данияр ағай бастапқыда менен барынша қашты. Оның әрбір сөзі мені тоқтатқысы келгендей еді. Балапан, сен әлі кішкентайсың. Мен сенен 6 жас үлкенмін. Сенің ағайың боламын. Жылы жымиып сабырлы дауыспен айтса да, көздерінде бір түрлі алаң барын сездім. Ол менен алыс болуға тырысты. Бірақ мен оңайлықпен кететін адам емес едім. Ол менің назарын өзіме аудартқым келді. Ол жай ғана мұғалім емес, менің ойынымның басты кейіпкеріне айналды. Сондықтан бір күні оны үйге шақырдым.
күндіз ешкім жоқта бұл менің жеңісімнің басы ма, әлде басқа нәрсенің бастамасы ма, ол кезде ойланбаппын. Бұл жұмыстан әлдеқашан кеткісі келген екен. Бірақ Даниярдың мен сияқты қарындасы бар екен. Ол жол апатына ұшырап, соның еміне екінші рет операция жасатуға ақша жиып жүргенін бір сөзінде айтып едім. Алайда ол сөздер мен үшін ешқандай әсер етпеді. Бар ойым Данияр ағайдың сүйіктісі болу. Тіпті намысымды ысырып қойып, менің жігітім болшы, сен қалаған ақшаны беретін боламын деп те жалындым. Бірақ ол жігіт бәрібір менің ұсынысыма келіспеді. Сол үшін оған ұйықтататын дәрі беріп, бірге жатқан секілді бір төсекте жаттым. Әкемнің сол күні үйге келетінін біліппін бе? Әттең, бәрі басқаша болар ма еді? Даниярдың ыстық құшағында еркелеп жатып, қалай ұйықтап кеткенімді білмедім. Уақыт тоқтап қалғандай. Мен үшін өмірдің шындығы сол бөлмеде, сол сәтте ғана бардай сезілді. Бірақ бұл тәтті елес тым қысқа болды. Кенет үйдің тыныштығын әкемнің ызғарлы дауысы бұзды. Не бүлдірдіңдер оңбағандар? Бәрін қойып үйге еркек әкелетін күйге жетіпсің, деп айқайлады. Айғайынан селт етіп ояндым. Данияр да абдырап жан-жағына қарады. Екеуміз шарасыз күйде орнымыздан тұра да алмай қалдық. Әкемнің көздерінен от шашырап тұрды. Қараған сайын демі ауырлай түсті. Бұл сәттің неге апарарын білмесем де, бір нәрсе анық еді. Менің еркелігімнің шегі осы жерге жетті. Даниярды соққыға жығып, мені де әкем шапалақпен жағымнан тартып жіберді. Байғұс Данияр қанша ақталса да әкем ештеңені тыңдар емес. Данияр үйден әзер қашып үлгерді. Ал мен болсам өз бөлмемнің есігін құлыптап алып жылап отырмын. Анамды үй телефонымен жұмыс орнына звондап шақырып алдым. Анам үйге алып ұшып келген сәтте әкем оны соққыға жықты. Қызыңды өзің сияқты тәрбиеледің. Не қарап жүрсің сен? Ол үйге еркек әкеліп жатуды сенен үйренген, деп бар ашуын анамнан алды. Анам болса өзін қорғап, ол бала қызыңды зорлықпен көндірген. Әйтпесе мүмкін емес. Бұрын айтқанда мен мән бермедім, деп өтірікті айтып жатты. Содан соң бөлмеге келіп, анам есікті ашып, зорландым, қорқытумен болып жүрмін деп айтшы. Әйтпесе, екеумізді әкең оңдырмайды деп анам жылап жалынды. Әкем бұрын жақсы адам болған, бірақ мен бойжеткен кезде мені өз қызы емес сияқты көретін. Анамның айтуынша, әкеме үйленбей тұрып жүкті болып келіпті. Сол себепті мекен әйтеуір маған әкелік жылуы жоқ сияқты. Неге екенін білмеймін. Сол кезде анамның айтуы бойынша солай айтып едім. Ертеңіне Даниярды мектепте кісендеп алып кеткенін құрбым айтқанда жылап қоя бердім. Әкем оның үстінен арыз жазыпты. Бірнеше ай бойы зорлап келген делінген арызды. Шындықтың шынжыры менің қолымда тұрса да, ессіз ғашық болған Даниярды қорғай алмадым. Мен тек жылай бердім. Әкемнің ол жерде таныстары көп. Байғұс Даниярды ұрып-соғып, мойындатқаны көрініп тұрды. Сол сәтте куәгер әкем және көршілер болды. Мен барлық шындықты айтуға әкемнен қорқып, олардың дайындаған сұрақтарына жалған жауап бердім. Даниярдың отбасы қанша жерден қорғаушы жалдаса да, ақшасы бардың құрығы ұзын емес пе?
Менің кесірімнен жазықсыз жан сотталып кете барды. Мені әкем, нағашыларыма қуды. Сол жақта 11-ді бітіріп, Россияға оқуға кеттім. Сол кеткеннен Қазақстанға осыдан 2 жыл бұрын ғана келдім. 15 жылымды өзге елде өзімді жазғырумен өткіздім. Өз теңімді таба алмаған бейбақпын. Әрине, Даниярдың көз жасы жібермеген болар. Осы бір әңгімемді Даниярдың туыстары, бәлкім өзі оқып отырса, кешірші, сенің өміріңді құртқаным үшін басым дейіп кешірім сұраймын дегім келеді. Өзгенің өмірін құртып, өзім де бақытты өмір сүрмедім. Әкем осыдан 4 жыл бұрын көлік апатынан қайтыс болды. Анамның 2-ші отбасы бар. Мені анам қасына алғысы да келмейді. Бір сөзбен айтқанда 2-ші отбасына мендей қызы барын айтқан емес. Телефон соқсам ана мені блок етіп тастай береді. Ешкімге керек емес жандай сезінемін. Жаным әлі де жай таппаған. Өзімді жұмыспен ғана алдап жүрмін.